Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Тұрар ауылында 1987 жылы дүниеге келдім. Балалық шағымның барлығы сол ауылда өтті. Әбжан Байсалбаев атындағы мектепте 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқыдым. Кейін 2005 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің тарих пәнінің мұғалімі болып дипломын алдым. 2009 жылы оқуды бітірдім. 2009-2011 жылдар аралығында Алматы облысы Райымбек ауданы Сүмбе ауылы Абай атындағы орта мектептің география пәні мұғалімі болып жұмыс істедім. Кейін 2011-2013 жылдар аралығында Алматы облысы Іле ауданы Байсерке ауылындағы номер 9 орта мектебінде тарих география пәні мұғалімі болып жұмыс істедім. 2014-2017 жылдар аралығында Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында Бұғыбай ауылы мектебінде, Бұғыбай негізгі мектебінде тарих география пәні мұғалімі болып жұмыс істедім. 2017 жылдан бастап биылғы жылға дейін Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті номер 30 гимназияның мектепке дейінгі шағын орталығы мен мемлекеттік коммуналдық мекемесінің тарих пәні мұғалімі болып жұмыс істеп келемін. Бала жанын түсінетін ұстаз мәңгілік шамшырақ. Мен сол шамшырақ болғым келеді. Сол үшін барымды салу